Акча жыйнап өнүмдөө, картамен төлөм, бул тууралуу ким айтат, алдануудан ким сактайт? Акча тууралуу ол айтат. Болса балаңыз рапшыл. Финбатыр каржы әлемінің кахарманы. Қаржылық сауаттылықтың әліппесі. Бірде біздің балаларымызға олардың бөлесі қонаққа келді. Ол шоколад кәмпиттерін жеп жүріп, айналасына мұқият қарап жүр. Ол балалардың неше түрлі заттарының барына таң қалды. Себебі ол да самокатты қатты қалайды. Бірақ ата-анасы оны алып бермейді. Өзің үнемдеп жина. Ол үнемдеп жинау дегенді түсінбей тұрып қалады. Ата-анасының барлығын алып беретінінен басқа ештеңені білмей тұр. Өзі болса жаңа кәмпитті жеп тұр. Балақай, сен кәмпит жей бергенше қаржылық сауаттылық деген не екенін білгенің абзал. Акча жыйнап өнүмдөө, картамен төлөм, бул тууралуу ким айтат, алдануудан ким сактайт? Финбатыр балаларға ерекше қаһармандықпен көз тастап, артық сөзсіз бәрін түсіндірді. Сөйтіп айта бастады. Қаржылық сауаттылық дегеніміз ақшаны дұрыс қолданып, үнемдеу және дұрыс жоспарлай білу. Бірақ балалар оны тоқтатып, Финбатыр, біз бұны естідік. Бір кездері сен бізді үйреткендей, біз де достарымызды өзіміз үйретеміз. Ақша кез келген нәрсеге айырбастауға болатын ерекше әмбебап тауар. Дүкенде әр тауардың қасында қанша тиын тұратыны жазылған. Бұл оның бағасы. Ал ақшада қанша тиынға алмастыра алатыны жазылған. Олардың атаулы құны. Пұл, күнделікті сатып алулар, асханаларда таңғы ас, автобуспен жүру және тағы басқа үшін қажет. Сондай-ақ, бұл ақшаны денсаулыққа зиян келтірместен үнемдеп жинауға болады. Егер жинақ сандықшаға күнде бір тиыннан салып отырса, ол көп ұзамай толады. Егер арман үшін ақша жинасаңыз, жақындарыңыз әрдайым көмектеседі. Интернет алаяқтар киберқылмыстың бір түрі. Оның мақсаты пайдаланушыларды алдау және олардың жеке деректерін ұрлау болып табылады. Киберқауіпсіздік бұл компьютерді, желілерді және деректерді ықтимал қауіптерден, вирустар мен алаяқтардан қорғау. Банктік карта бұл онлайн және офлайн дүкендерде сатып алу үшін төлеуге, сондай-ақ достарға ақша аударуға мүмкіндік беретін төлем құралы. Балақай, егер сен осының барлығын есіңе сақтап, қолдансаң, өзіңнің кез келген, армандап жүрген затыңа жинай аласың. Әрқашан жасы кіші немесе ақшаны дұрыс және қауіпсіз жұмсауды білмейтіндерге көмектесіңдер. Сендердің достарың қаржылық сауаттылық туралы неғұрлым көбірек білсе, соғұрлым жақсы. Өздерің басқаларға жақсы үлгі болыңдар. Бұл айналаларыңдағы әлемді жақсырақ және қауіпсіз етудің ең тиімді жолы. Сәлеметсіңдер ме балалар? Бұл дағдамен сендердің достарың Финбатыр. Бүгін біз сендермен сұрақ-жауап ойын ойнаймыз. Мен сендерге сұрақтар қоямын, ал сендер белген 3 жауаптың дұрысын таңдауларың керек. Естеріңде болсын. Дұрысы тек біреу. Сонымен, бірінші сұрақ. Ақша дегеніміз не? Ал қалталы ақша дегеніміз не?
Ақша үнемдеп үйрену үшін білуге міндетті басты ереже. Қандай ақпаратты интернет алаяқтарына айтуға болмайды? Өздеріңнің кейбір қауіпсіздіктеріңді қалай жақсартуға болады? Банк картасына арналған пин-код дегеніміз не? Сендер көп нәрсе біледі екенсіңдер. Мен сендерді мақтан тұтамын. Ақша жинап үнемдеу, картамен төлеу, бұл туралы кім айтат, алданудан кім сақтай? Ақша туралы ол айтат, болса балаңыз рапшыл. Фин Батыр, қаржы әлемінің қаһарманы.